Құрметті достар, мынау есепті шығарайық. Суретте fx функцияның графигі көрсетілген. Графикке жанама өткізілген. Осы функцияның туындысын табу керек. Суреттегі төрткөздің жақтары бірге тең. Туындының геометриялық мағынасы туралы теореманы пайдаланамыз. Функцияның туындысы жанамасының көлбеулік бұрышының тангенсіне тең болады. Көлбеулік бұрышы не деген екенін еске түсіріп алайық. Көлбеулік бұрышы OX өсі мен жанаманың арасында табылады. Оны OX өсінің оң бағытынан бастап, сағаттың жүргеніне қарама-қарсы жанамаға дейін өтеді. Мына түзу үшін OX өсінің оң бағытынан бастап, түзуге дейін жылжимыз. Мына бұрыш осы түзудің бұрышы. Егер түзу OX өсіне параллель болса, онда көлбеулік бұрышы 0-ге тең дейді. Түзуді қарастырайық. Жалғастырамыз. OX өсімен қиылыстырып, енді OX өсінің оң бағытынан бастап, түзуге дейін бұрышты сызамыз. Осы бұрыш көлбеулік бұрышы болады. Берілген тапсырмаға оралайық. Жанаманы жалғастырайық. Мынандай бұрыш болды. Туындының геометриялық мағынасы бойынша осы бұрыштың тангенсі керек бізге. Тангенсті осы тік үшбұрыштан табамыз. Тік үшбұрышта сүйір бұрышының тангенсі қарсы жатқан катеттің іргелес катетпен қатынасына тең. Суреттегі төрткөздерді есептеп, біздің тік үшбұрыштың катеттарын табайық. Қарсы жатқан катет 11-ге тең болды. Іргелес катет 14-ге тең. Тік үшбұрыштың қасиеті бойынша тангенс альфаның тең болды 14-тен 11-ге. Туындының геометриялық мағынасы бойынша функцияның туындысы x0 нүктеде 14-тен 11-ге тең болады. Бірден x0-ді де санап қояйық, төрткөздерді санап. x0 тең болды 10-ға. Функцияның туындысы x 10-ға тең болғанда 14-тен 11-ге тең. Бұл жуықты жауап. Себебі біз функцияның нақты формуласын емес, графиктің суретін пайдаландық.